Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Холодильник бойынша? Иә, осы ғой кір. Сәлеметсіздер. Апа, кітабымды бересіз бе? Сабаққа бару керекпін. Кетме! Кет! Бұл менің кітабым! Мынау кім баласы, алып кет! Алып кет! Жігіттер, осы холодильник қой. Жасай беріңдер, иә? Апа, оқи беріңіз жарайды. Жүр балам, кеттік. Кітапты алып берші, бала сабаққа кету керек. Жарайды, Жүр. Анашым, кітапты кейін оқисыз. Тамақ ішетін уақыт болды. Жоғал! Ішпейін! Келініңіз енді, келініңіз жасаған сүйікті сорпаңыз ғой, анашым. Жоғал! Ішпейін дедім ғой! Мынау қайсы тағы жоғал! 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 Кейін сүртіп аласың. Ауырып болған жоқ па? Жоқ, бәрі жақсы. Маманың дәрісін беретін уақыт болды. Жақсы, бар қазір. Анашым, сіздің жақсы көретін тәттілеріңізді алып келдім. Келіңіз. Ішіп алыңызшы. Келіңіз. Аха, мәңіз. Мынау дәрі ғой! Бауырым, ренжімесең, холодильникті подъезде жасай берейікші, иә? Найыр, шамал тар болып тұршы. Жігіттер, соны айтуға өзімде ыңғайсызданып тұрмын. Емін-еркін дегендей. Мыналар кім өзі? Қайдан келген? Неменеге қонақ шақыра бересіңдер? Ақшаларың жоқ, қашан байысыңдар, қашан ұяласыңдар? Келін, шай қайда? Үреге деймін да? Таза қуады мамасы, иә? Баласы да риза болдым, үндемей жүре береткен шығамын, же? Енді оны сабыр дейді ғой. Базар жоқ, сабырына сабыр ғой енді. Өзің ойлаш, не немересіне күн бермейді, не өзіне күн бермейді. Риза болдым, әйеліне бар емес пе? Екі қабат болса да қорып атыр ғой, көрдің бе? Үндемейді ғой кәдімгіше. Біздің давно хайбай шығарып, кипіш көтерді ғой. Просто немересіне жалқышы, шынымен айтсам. Психикасына әсер етеді ғой. Дұрыс па? Біз 10 минут болып тұрғанбыз. 10 минутта миымыз атала болып кетті ғой. Мыналар ойлаш, қалай бір комнаталық, бір бөлмелік үйде мынандай адаммен тұру оңай емес қой. Бірақ бөлме. Көңіл сыйса бәрі сәт, жігіттер. Бауырым, ұят болды. Жоқ. Қайта мен сендердің сөздеріңді бөліп жүргенге ренжімеңдер. Ғайбат болып кетпесін деп жатқаным ғой. Ол кісі көктем айларында ауыратыны бар енді. Психикалық тұрақсыздығы осы айда қатты қозады. Сонда ол кезең ұзаққа созыла ма қалай? Енді әр кезде әрқалай, басында апталап ауыратын, одан кейін айлап созылды. Одан кейін 6 айға дейін созылды. Дәрігерлердің айтуы бойынша өмірдің соңына дейін солай болуы мүмкін. Егер ондай жағдайға тап болған жағдайда бір уколмен жер қойнауын тапсыруға болады деген вариант бар деді. Енді Алла сақтасын. Әрине енді оңай емес қой. Өз анаңды тірідей. Бірақ бауырмен түсінші ойым да. Сенің жүйкең тоздырып жатыр, келіншегің босанайын деп жатыр мысалға. Балаң кішкентай шошып жатыр, келіншегің босанайын деп жатыр деген сияқты ғой енді. Бір варианттар бар ғой мысалға енді. Анаңды қарттар үйіне өткізіп, жүзде қарайды дегенде ше енді. Әлде туысқандарың ұят болды ма? Жоқ, ол вариант туысқандарында айтқан. Бірақ енді ол кісіні қарттар үйіне тапсыр не, бір уколмен аттандырған не, екеуі бір емес пе? Енді Алла тағала алмайынша, мен анамды табалдырықтан шығарып тастай алмаймын. Шынына келгенде. Қалай бұл? Істей ме өзі? Иә, жақында болды. Жасаса болды, тыныштық па? Өзімді түсінбедім.
енді алла тағала алмайынша мен анамды табалдырықтан шығарып тастай алмаймын. Мен жұмысқа кешіп жатырмын. Сен апара салшы өтініш сабаққа. Туй, Арман, мен салонға жазылып қойдым. Әйтпесе басқа күнге ауыстыру керек болады, өзің апаршы. Арман балам, олай болса немеремді сабаққа өзім апарайыншы. Ой, әке, керек емес. Араласпай үйде отыра берші. Ата! Айналайын. Міне саған алма. Ту, ата, анда қалмадан микроб жұғады ғой. Бермесеңіз сондайды. Фуй. Қызым, бара бер. Бара бер. Әке, керек болса өзіміз береміз ғой. Ана немереңіз отравление болып қалса не болады? Далада жүрген қолдарыңызбен не ұстағаныңыз кім білсін? Ай, бір. Ей, балам, мен мына қолымды күніне 5 рет жуам. Немене? Сонда мен өз немереме қолымнан ештеңе бермеуім керек пе? А? Анашым, кітапты кейін оқисыз. Тамақ ішетін уақыт болды. Келіңіз. Сіздің сүйікті сорпаңыз. Анашым. Жоғал! Шықтайын дедім ғой! Келін айналайын. Мұнадан басқа тамағың жоқ па? Үйдің тамағы сорпа деген сияқты. Мына тамағың құнары жоқ қой. Ата, көріп тұрсыз ғой, жұмыстан келдім. Тамақ істейтін уақытым жоқ. Есің дұрыс па сенің? Түн жарымда не қыдырсың ол? Бала жоқ болса не болады? Өзің әрең жүрген адамсың. Блин, Арман, мен шаршадым уже. Я постоянно в страхе. Болды ғой енді. Не әкеңді, не бізді таңда. Ата-анаңды барында бағала.